Қайырлы күн. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 42.500-ді алуға байланысты, яғни жәрдемақыны, төтенше жағдайға байланысты жәрдемақыны алуға байланысты бір қатар өзгерістер енгізді. Бірінші өзгеріс ол әлгі жәрдемақыны алатын адамдардың аясы тізімі біршама өсті. Яғни бұрын бізде алатын кімдер еді? Кімдер алу керек еді? Жеке және шағын бизнесте жұмыс істейтін азаматтар, жеке кәсіпкерлер болған, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, яғни нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары болған, және бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер болған, яғни единый совокупный платеж төлейтіндер. Енді осы тізімге келесідей азаматтар қосылды. Олар азаматтық құқықтық келісімшарт бойынша табыс тапқан азаматтар, яғни халық арасында ГПХ дейді, гражданско-правовой договор дейді. Яғни осы договормен жұмыс істеген азаматтар, егерде әрине сол немен жұмыс істеген екінші тарап, жұмыс беруші, сол азамат үшін жаңа налоговый агент дейді, жәрдем зейнетақы қорында зейнетақы жарнасын төлесе. Және тағы бір категория ол елді мекендердегі ірі кәсіпорындардың жұмысшылары. Яғни осы екі субъектімен толықтырылды алушылар тізімі. Одан кейін табыссыз қалғандығын дәлелдейтін құжат алынып тасталды. Яғни бұрынғы алдындағы мәлімдеме бойынша дәлелдеу керек болатын. Яғни жұмыс берушісі өзінің жұмысшысы үшін табыс жаңағы төлей алмайтындығын, жалақысын төлей алмайтындығын дәлелдеу керек болатын. Оған қаржылық есеп тапсыру керек болады, баланс, банктік выписка керек болатын, одан кейін приказ керек болатын. Бұлардың барлығы алып тасталды. Тек қана бір ғана дүние, жұмыс берушісі өзінің жұмысшысы үшін әлеуметтік жаңағы электронды өтінім береді. Кімдерге жұмыс жаңағы жалақы төлей алмайтындығын тізімін қосып береді, жаңа сканировать етіп, печать соғып, қол қойып болды. Басқа ешқандай құжаттың қажеті жоқ. Бұл жұмыс берушінің беретін құжаты. Ал жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын тұлғалар, нотариустар, адвокаттар, олар өздері үшін өтінім береді. Яғни, мысалы, егер олардың өздерінде басқа жұмыс істейтін адам жоқ, тек қана өздері жалғыз болатын болса, онда өздері үшін өтінім береді, болды. Ешқандай тізім берудің қажеті жоқ. Ал ИПшниктарда, жаңағы ИПшниктар өздері және өзінің қол астында жұмысшылар болатын болса, онда әлгі тізімге өзін қосады және жұмысшыларын қосып береді. Яғни түсінікті. Енді сонымен қатар тағы бір өзгеріс, жұмысшы өзі өтінім бере алатын болды. Яғни бұның алдындағы мәлімдемеде тек қана жұмыс беруші өтінім беретін болса, енді жұмысшы жұмыс берушіні күтпей өзі де өтінім бере алатын мүмкіндігі бар. Әрине жұмыссыз қалған болса, енді жұмысы бар, бірақ өзі өтінім бере алмайды. Жұмысы бар, бірақ карантинге байланысты мен қосымша пособие алғым келіп тұр деп өтінім бере алмайды. Тек қана жұмыссыз қалған жағдайда ғана. Тағы бір үшінші өзгеріс, ол алдында мына әлеуметтік сақтандыру жүйесінде кемінде соңғы 12 айдың 3 айында жаңағы төлену керек болатын. Енді яғни ол 3 ай емес, енді 3 айдан 1 айға қысқарды. Кем дегенде 1 ай төленсе әлеуметтік сақтандыру қорына, сол кезде әлгі азамат мемлекеттен жәрдемақы ала алады. Ең соңғы өзгеріс ол өтінімді қарау мерзімі. Алдындағы жағдай бойынша 7 жұмыс күні болатын, ендігі қазіргі жаңа жағдайға байланысты 3 жұмыс күні ішінде өтінімді қарап, 3 жұмыс күні ішінде өтініміңізге бір шешім шығарады сіздің өтініміңіз бойынша. Енді, достар, менің YouTube каналымда келесі жағдай өтінімді қалай беруге болатындығы жайында қазір мен бөлек видео түсіремін. Мынау кімдер өтінім бере алады, кімдер ала алады, сол жайындағы видео болған. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоны күтіңіздер. YouTube каналымда қалай әр қадам-қадаммен
жаңағы нұсқаулық көрсетемін қалай өтінім беруге болатындығы. Сау саламат болыңыздар.